Саламатсыздар ма, Шыншыл кино арнасының тұрақты көрермендері? Бүгін біз Мартин Макдонахтың «Три билборда» атты фильмін талқылаймыз. Бұл фильм өте ғажайып фильм, шытырман оқиғаға толы және оқиғалары, актерлік құрам керемет жасалған, кейіпкерлер терең. Бұл оқиғаның барысында Американың бір аймағында Милдред Хейс атты әйел өзінің зорланып қайтыс болған қызының кім істегенін, кінәлі адам кім екенін таба алмағанына күйініп, қаланың шетіндегі 3 билбордқа Уиллоби атты шерифке өзінің назын айтып жазып, оны бүкіл жаңалықтардан беріп шулатады. Және бұл жерде тағы бір кейіпкер бар. Ол Диксон атты тағы да бір полиция қызметкері. Ол бірінші билбордты байқап қалады. Сөйтеді да бүкіл полиция учаскесіне жеткізіп, ол жердегі полициялар дүрбелеңге туады. Милдред пен билік арасында үлкен жанжал осылай басталады. Уиллоби келіп Милдредтен өтінеді алып тастауын, бірақ Уиллоби келіспейді. Оның бұрынғы күйеуі тағы да келеді. Ол да өтінеді, бірақ Милдред алған бетінен қайтпай, соңына дейін күреспекші болады. Бұл жерде Уиллоби аса ауыр жаралы еді. Оның ауыр дерті өмірінің соңына баруына сәл қалған. Ол сондықтан да тыныш өлгісі келеді. Бірақ оған Милдред мүмкіндік бермейді. Ол тіпті полиция қызметкерлеріне атылып, оларға өзінің талабын қояды. Оның бұрынғы күйеуі де полиция қызметкерлер жағына шығып, ойға алған ісіне кедергі болуға тырысады. Бірақ бұл қайсар әйел ештеңеге қарамастан өзінің дегенінде тұрып, шерифті де және басқа қызметкерлердің аузына су құяды. Уиллоби амалсыздан не істерін білмей, ақыр соңында өзін өлтіріп тынады. Және бұл жерде билбордты жалға беруге келіскен тағы бір кейіпкер бар. Ол да ақыр соңы полицейлер жағына шықпақшы болады. Бүкіл қаладағы адамдар әйелге қарсы болғанымен, оны қанша көндіруге тырысқанымен ешқалай ол беті бері қайтпайды. Міне осындай ғажайып оқиғаны Американың ішінде де бұндай мәселелер бар екенін режиссер Макдонах көрермендерге өте ғажайып шытырман оқиғалар арқылы береді. Фильмді көру барысында кейіпкерлердің ішкі жан дүниесіне үңіле білеміз. Оны түсінбей-ақ фильмді көріп отырып-ақ іштей сезесің. Әрбір кейіпкер керемет жасалған. Бәрінің өзінің ішкі ойлары бар. Біздің қоғамдағы секілді Америкада да оңбаған полицейлер және полицейлердің ішінде де жақсы адамдар бар екенін көреміз. Бұл Уиллоби атты полицей негізі қылмыскерді іздеуге тырысқанымен, ол ешқандай айғақ таба алмай, соның әсерінен өзін кінәлі сезінеді. Ал Милдред бұлардың ешқайсысын түсінгісі келмейді. Ал Диксон атты полицей болса, ол бірбеткей және кекшіл адам еді. Ол заңға бағынбастан әртүрлі құйтырқы әрекеттер жасайды. Бірақ Милдред бұның бәріне сынбай, ақыр соңы өзінің дегеніне жетуге тырысады. Бүкіл полицияны Американы аяғынан тік тұрғызады. Фильмді көру барысында адам өзінің ойға алған дүниесін істеу үшін бәріне баратын, оның ішіндегі қуатының қаншалықты деңгейде екенін байқаймыз. Әрбіріміз осы фильм арқылы мейірімділік, махаббат және адалдық секілді принциптерді сезініп және соны қолданып іске көшеміз. Көрдіңіздер ме, ағайын? Дәл осы фильмді бәріңізге көруге ұсынамын. Бұл Америка кино тарихында, жалпы кино тарихындағы ғажайып туынды. Бұл жерде актерлар өте керемет жасалған. Мұндай туындылар 100 жылда бір өмірге келеді. Әрине, әлем кино тарихында фильмдер көп, бірақ дәл осы фильмді көру барысында көптеген ой түйесіздер. Баршаңызға ұсынамын. Дәл қазіргі сәттен бастап тоқтамастан керемет режиссура,
терең кейіпкерлер, шытырман оқиғалар және қоғамдағы әртүрлі келеңсіздіктерді бір фильмнен ақ көріп, түйіп, байқап, сезінесіз. Мен сіздерге осы фильмді көріңіздер деймін. Бұл ғажап туынды. Асыра мақтап және атағын асыра бермей ақ қояйын, бірақ рас айтам, көруге тұрарлық туынды. Сау болыңыздар, менің арнамның тұрақты көрермендері, адал көрермендері, сіздерге алғысым шексіз. Және осы видеоға лайк басып, пікір жазып, менің арнама қосылып және жарнамаласаңыз да болады. Бірақ мына фильмді міндетті түрде көруге тиіссіздер. Рахмет баршаңызға.